Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздерге көбіне таңғы асқа ұсынылатын сүзбеден жасалған сырники рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепттің ерекшесі ұн өте аз мөлшерде қолданылады. Және де бұл сырниктер диета немесе дұрыс тамақтану тәртібін ұстанатындарға да келе береді. Әдеттегідей қажетті заттарға тоқталайық. Ол үшін бізге сүзбе, манная кашасы, қант, ванилин немесе ваниль қанты, жұмыртқа қажет. Заттардың мөлшері, көлемі барлығы видеоның астында көрсетілген. Алдымен сүзбемізді жақсылап сүзгіден өткіземіз, себебі сол кезде сүзбеміз біркелкі ұнтақталады. Аздап уақыт пен қол күшін талап етеді, бірақ соның нәтижесінде сырниктер өте әдемі болып шығады. Дайын болған сүзбемізге жұмыртқа, қант, хош иісі үшін ваниль қантын және манная кашаны қосамыз. Сүзбемізге барлық қоспаларды қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Қолыңызбен де араластырсаңыз болады. Қанттың бұл көрсетілген мөлшерінде бұл сырниктер тәттірек болып шығады. Қаласаңыз қанттың мөлшерін азайтсаңыз да болады. Сүзбе бір-біріне ұстасып жабысуы қажет. Дайын болған массамыздан шамамен бір уыс алып, алдымен дөңгелектер жасап шығамыз. 10 дана шығады бізде, кейін үстіне жақсылап ұн себеміз. Әр дөңгелекті ұнға аунатамыз. Көріп отырғандарыңыздай, ұнды тек қолға жабысып қалмас үшін ғана қолданамыз. Ұнға толықтай аунатқаннан кейін қолымызбен сырники пішінін, яғни шайбаға ұқсатамыз. Және де формасын жақсылап ұстау үшін сақина секілді формамен немесе стаканмен видеодағыдай дөңгелектеп сырники пішінін нақты қалыптастырамыз. Осы әдіспен барлық дөңгелектерімізді жасап шығамыз. Шеттері өте әдемі, формасы жақсы болып шығады. Көріп отырған әдістеріңізбен сырникилар піскен кезде де шашырап кетпейді, формасын өте жақсы ұстайды. Дайын болған сырниктерді тақтайшаға тізіп қоямыз. Бірден пісіруге немесе бұл сырниктерді осы қалпында мұздатқышқа сақтап қоюға болады. Сырниктерімізді пісіруге кірісейік. Ол үшін табамызға 1-2 ас қасық мөлшерінде сұйық май құямыз, немесе мендегі секілді жақсылап май жағамыз. Оттың қызуы баяу болғаны дұрыс. Табамызға сырниктерді салып, шамамен 3 минуттан бір жағын пісіреміз. Сырниктеріміз осымен дайын, дәмі сондай керемет, нәзік болып шығады. Қалауыңызша тосап, қаймақ, қант пудрасымен ұсынсаңыздар болады. Дәл осы рецептпен сырникті жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Рецепт ұнаса каналға жазылыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер.